айтам, түр деген далада қалып қойыпты ғой бәріміздің. Жүздеріңізге қарасақ, біраз енді шаршап қалған шығарсыздар, иә? Жаңа мен енді шамалы ертерек келем ғой тамада деген. Сосын отырамыз, не істейміз, құлақты тұрып қоямыз, антеннаны шығарып, кім не деп жатыр екен деп. Сол кезде дейтін көбінің айтатын сөз мынау ғой. Бастамай ма, 2 сағат болды ғой, бастамай ма, 3 сағат болды ғой. Осындай әңгімені естісем өзім күлкім келеді. Сіздер ғой 1 сағат, 2 сағат тосасыздар. Мен тамада болғаныма бір 15 жыл болып қалған шығар. Мен жарты өмірім өтіп кеткен сіздер тосумен. Сондықтан оған болар ренжитін болсақ, бір-бірімізді таппай қаламыз тойдың соңына дейін. Сондықтан күліңіздер ағайын, күліңіздер, ойнаңыздар. Өйткені жетіскеннен той жасамайды ғой адам деген. Осының бәрін бөлісейін, бір ойнап қыдырып қалса екен келген ағайын деп. Ендеше мына түрлеріңізді көрсе, ана Данабай көкемнің түрі қай жақта қалып кететінін ұмытпаңыздар ағайын. Сондықтан күліп, шапалақ ұрып, "Ай, біз осындамыз" деп қойыңыздар. Той ғой ағайын бүгін. Құтты болсын. Енді ас иесімен тәтті дейді. Мен көп тамадылар қылсам, өзіме жарты сағат реклама жасап тұрмай қояйын. Мен үшін келген жоқсыздар бұл жерге. Сондықтан кім сіздерді шақырған болса, сол кісілерді шығарайын, әуел амандасып алсын сіздерменен. Олардың да бір қобалжыған көңілін орнына түсірейік. Ал Данабай көке, Қаршық апа, келіңіздер ортаға. Қошеметтеріңіз, қадірлі ағайын. Аға апа той құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін. Енді қаншама ағайынның қарасы келіп отыр сіздерге деп, ендеше әуелгі міндет сәлем ғой, бір амандасып қойыңыздар елмен. Ассалаумағалейкум жиналған қауым, мына біздің қызымыздың тойына жиналған ағайын туыстар, қадамдарыңызға нұр жаусын, гүл бітсін қадамдарыңызға. Мына келіп тұрған келгендерің үшін өте үлкен рахмет. Балдар бақытты болсын. Сәлематсыздар ма? Алыстан жақыннан келген ағайын туыстар, құдаларым, жақын жоқтар, көршілерім, наши соседи вот. И менің Гауһарымның класстас достары, жұмыста істейтін достары бірге. Қош келдіңіздер деймін біздің балаларымыздың бақытты кешіне. Бақытты болыңыздар барлықтарыңыз. Біздің қуанышымызды бөлісіп отырсыздар. Өте үлкен рахмет. Сіздердің үйлеріңізде де той болсын. Мына тамада балаға да рахмет. Денің сау болсын. Әдемі қылып өткізуге ат салысып сіздерде осы кісіге, бұл кісі жалғыз, біз көпшілік, сол үшін әдемі өткізуге ат салысарсыздар деп ойлаймын. Рахмет барлықтар. Ой, рахмет. Ал жүре беріңіздер. Жол болсын. Рахмет. Мен айтам, екеуін Құдай қосқан екен, не? Көрдіңіздер ма? Действительно, ағам деген өзі жаймен болса, ағамның скорысынан 2 есе қылып Қаршық апамды бере салған екен Құдай. Алла тағала осындай бір жарасымдылықты 2 жасқа нәсіп етсін. Енді қадірлі ағайын, қазір енді көп жердің тойының заңы басқа, қазір баяғыдай құдалар өздігімен кіріп келмейді, ассалаумағалейкум деп. Енді сондықтан бұл кісілерді енді жұрттың тойында көрген нәрсені өз тойына да шақырады ғой. Сондықтан қабыл алыңыздар, құдаларды да, қызды да, жігітті де алдарыңызға алып келетін Сырғалым театрына бір қошемет тұрып қойыңыздар. Сол кісілер бәрін жайғастырады. Таңертеңнен бір сұлуға суға келеді, суға келеді, суға келеді. Ат жетектеп бір жас жігіт еріп келеді, еріп келеді.
қайырлы кеш бүгінгі тойға жиналған көпшіл қауым. Ассалаумағалейкум. Бір Алласы бар, екі дүниесі бар. 3 жүзі бар, 4 құбыласы бар. 5 парызы бар, 6 алашы бар. 7 қазынасы бар, 8 серісі бар, 9 құмалағы бар. 10 шақты ұлы бар, 10 шақты қызы бар. Жігіттері жылқының жалында ойнаған, Келіндері түйенің қоңында босанған. Көшпелі елдің өшпейтін ұрпағы. Армысыздар. Ал олай болса ғайын, алыстан ат терлетіп келе жатқан құдалар қауымын қарсы алайық. Құда дегізген, құйрық бауыр жегізген. Той төрінде құдалар қауымы ду-қол қошеметтеріңіз болсын ағайын. Махаббаттың күшімен отау құрды жастарым. Екі елді құдағып біріктірді бастарым. Екі жастың бақытына жақсы сөздер сөйлейік. Төрде отырған құдалар ортаға кел билейік. Ойна, ойна құдалар, жастық шақты еске алар. Биле, биле құдалар, жүрмеңіздер кеш қалып. Ойна, ойна құдалар, биле, биле құдалар. Ал олай болса ғайын, ортаға тепсе темір үзіп теректі құлататын 8 қырлы бір сырлы осы әулеттің күйеу баласын қарсы алайық. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Ду-қол қошеметтеріңіз болсын. Біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 8 қырлы бір сырлы біздің жігіттер. Міне біздің жігіттер, 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 мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер, 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 арландай, тарландай біздің жігіттер. Күйеу балаларыңызға деген ду-қол қошемет болсын ағайын. Олай болса бірер минуттан кейін ұясынан ұшқалы отқан гауһар қыздарыңызды той төріне шақыратын боламыз ағайын. Анасының атына кір келтірмей, тәрбиемен ортаға сыйғанымда. Қыз баланың сұлулығы жүргенінде, әдеппенен жымайып күлгенінде, базардық әңгімеден аулақ болып, орнын қай жерінде білгенінде. Олай болса той төріне гауһар қыздарыңызды шақырайық. Ду-қол қошеметтеріңіз болсын ағайын. Қос бұрымың өріліп, тобығың ай төгіліп, көздің жауын аладай, сондай көркем көрініп, ай жүзіңе зарайлы, тамсандырға талайды, көрген жандар өзіңе хор қызындай ай қарайды. Сен қазақтың қызысың, жібек баян өзісің, асып кетер сендерден, сұлулар жоқ біз үшін. Иманың ең әдемі, қарапайым әдемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Өзін өзі баптаған, ана үлгісін жаттаған, қазақ қызы қадірлі, ар ұятын сақтаған, ұзын түйір жамалған, үлкендерге бағынған, қазақ қызы осылай барша жұртқа ой танылған. Сен қазақтың қызысың, жібек баян өзісің, асып кетер сендерден, сұлулар жоқ біз үшін. Иманың ең әдемі, қарапайым әлемі, біздер үшін қашанда қазақ қызай ой әдемі. Қыздарыңызға деген ду-қол қошемет болсын ағайын. Рахмет.
Білектей арқасында өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе қырын. Кәмшат бөрік ақтамақ қарағасты, сұлу қыздың көріппен мұңдайтырын. Аласы аз қара көзі айнадайын, жүрекке жылу тиіп салған сайын. Ал жігітім, біздің елге, біздің әулетке қош келдіңіз деймін. Байқасам, құр-құл келмеген сияқтысыз. Әкелген құшақ-құшақ гүлдеріңізді кімге әкелдіңіз? Ассалаумағалейкум. Бірінші гүлді өз анам алып келдім. Ал олай болса, анаңызға гүл шоқтарын табыстауға рұқсат. Ду қолғышы метеріңіз болсын. Рахмет. Ал келесі гүліңізді кімге әкелдіңіз? Болашақ жарымның анасын алып келдім. Ал олай болса, болашақ жарыңыздың анасына гүл шоқтарын табыстаңыз. Келіңіз. Әп-бәрекелді жігітім, жарадыңыз. Ал ендігі үшінші гүліңізді кімге әкелдіңіз? Үшінші гүлді өзімнің болашақ жарым алып келдім. Ал олай болса, болашақ жарыңызға гүліңізді табыстап, маңдайынан сүйіп қасқа тұруыңызға рұқсат. 2 жасқа деген ду қол қошемет болсын. Рахмет. Осынау Дінмұхамед атты күйеу жігіт бұйыртса өзін талай дәлелдейді. Алақанда аялап қызыңызды жәннатқа бірге кірер жарым дейді. Қорған боп өмір бойы еркелетіп, қартайғанда разымын жаным дейді. Ері разы болған бұл ханшайымға Аллахтың өзі дағы разы дейді. Қалаған есігіңе кіре ғой деп, жәннаттың 8 есігін ашып қойды. Екі өмірде бақытты болсын жастар, әумин деп ал көпшілік жайғын қолды. Жәннатта періштелер атап өтсін, жердегі болып жатқан осы тойда 2 жасқа деген айғай шуды қол қошеметтеріңіз болсын ағайын. Рахмет. Ал құрметті құдалар, келген қадамдарыңызға гүл бітсін дейміз. Бала бақытын қыздан іздейді, қыз бақытын түзден іздейді. Біздің қызымыз өз бақытын сіздердің шаңырақтарыңыздан тапты. Олай болса, бүгінгі түр сіздердікі. Жайғастаңыздар рұқсат. Ал біз 2 жасты әсем әнмен құтты орындарына жайғастырайық ағайын. Ду қол қошеметтеріңіз болсын. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған 2 жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Ғашық оты көзіңізде жанады, әлдилейді махаббаттың бал әні. Ғашық болған күннен бастап достарым, азамат боп қалғандаймыз бағалы. Ғашық оты жанады, жана берсін, жұбайлардың жолдары бола берсін. Келген жылдар қосылған 2 жасқа, бақыты мен байлығын ала келсін. Жалғастырып кешемен бүгін күні, еске сабата дәстүр бұрын ғыны. Міне тағы ортамызда бас қосты, 2 жас ұнатқан соң бірін-бірі. 2 жастың махаббаты мәңгәрі баянды болсын дейміз. Олай болса, бүгінгі сіздердің той қуаныштарыңызды бөліскен, қазақтың салт дәстүрін ұлықтайтын, әдет ғұрпын ұмытпайтын Астана қаласының Сырғалым театры үлкен тойда кездескен шағайын. Тағы да той құтты болсын дейміз. Енді әңгіменің бәрін тыйып, бері қарай қарап, құлақты түріп, мойынды бұрып отыратын сәт жақында да қайын. Ұлан асыр той, қыз ұзату тойы болса дағы міне үйлену тойдың қонағынан кем емес адам жинаған осы жерге той иелері. Сондықтан енді рұқсат етсеңіздер, тойдың басында бір айтып едім, мен тағы да қайталап айтайын, ас иесімен тәтті, бәріңізді осы жерге хабар айтып жинаған да сол 2 адам. Ендеше соларға бір құрметімізді көрсетіп, той төріне, асабаның алаңына шақырып алайық.
Енді біреу таныр, біреу танымас, сондықтан таныс болайық, біліс болайық, туыс болайық. Осы ұлан асыр тойдың иелері Данабай ағамыз бен Қаршыға жеңгемізді қошеметтеп, той төріне асабаның алаңына шақырайық ағайын. Ал қабыл алыңыздар. Данабай аға, Қаршыға бәле. Данабай ағам қайда екен? Данабай ағамызға, Қаршыға апамызға соғайық бірге шапалақ. Әр таңыма арай берген таң гүлім жан. Тұрыңыздар, ортаға қартай қарап. Ближайший бір 3 сағатқа приемный кабинет осы жер. Рабочий кабинет. Қазір сіздердің приемныйларыңызға келіп тұрған ағайындарды шақыра бастайық, жаймен деп. Енді бәрібір де болса осы жерге қойып қоймасам, қазір іздейсіздер, анау қайда, мынау қайда деп. Сондықтан көз алдарыңызға қойып қойайық. Енді қадірлі ағайын, сөз бастау қиын ба, қол бастау қиын ба дейді қазақта. Екеуі де негізі ойланған адамға оңай емес шаруа. Бірақ қай заманда да қолды да сөзді бастайтын адамдар аз болмаған ғой. Бізде де Құдайға шүкір бар. Ендеше әкенің ең жақсысы жезді дейік деп осы тойды ашып беруге пірәлі жездеміз және құданың құдасы құнан қойдың сорпасы дейтін қазақпыз. Әбжәлел құдамыз осы екі көкемді қошеметпенен ортаға тойды бастап беруге шақырайын. Келіңіздер. Пірәлі жезде Әбжәлел құда ортаға. Ассалаумағалейкум көкелер, той құтты болсын. Міне, той иелері осы бір үлкен құрметті екеулеріңізге бұйыртқан екен. Ендеше үлкеніміз бастап, кішіміз қостап, мына тойды ашып берейік. Ассалаумағалейкум құрметті қонақтар, құдалар. Мінеке балзымыз Данабай, міне қызымыз атып той қылып атыр Қауқаржанды. Осы тойлары құтты болсын. Балдарымыз бақытты болсын, той қыласа берсін. Әрдайым осындай қуанышты күндерде бірге отырып, күліп ойнап отыра берейік. Балдарымыз бақытты болсын. Даке, Қаршыға апа, тойларыңыз той қыласын, 2 жас бақытты болсын, арман тілектеріне жете берсін. Мына жиналып отқан қонақтарға да бақыт тілеймін. Құдалардың жолдары ақ болсын, не армандарына жете берсін, тойыңыз той қыласын, тойымыз ашық деп жариялаймыз. Рахмет ағалар, Алла разы болсын. Енді міне, той ашқандарыңыз үшін, сөзге басқандарыңыз үшін екеулеріңізге кәде, қуыс үйден құр шықпа дейді қазақ. Енді осы бір сыйменен тойда жалпы бір дәстүрге айналдырып алайық. Осы жерге шықтық па, той үйлерін құшақтап алып, ән жерге барып фотоға түсіп алайық, келіңіздер. Ал, аға тәте, ағалар, келіңіздер, фотоға түсіп алайық, осы бір тамаша көңілмен. Біз енді көкелерімізге сөз бастатсақ та, осы жерге қаншама аналарымыз келіп отыр ғой. Әнді сол кісілерге арнап бастасақ, ешкімнің қарсылығы болмайтын шығар. Ендеше барша аналарымыз, осында отқан аналар бар, үйде біздің жолымызды күтіп дұға тілеп отқан аналарымыз бар. Сол кісілердің баршасына деген бір тамаша лебізбенен бастайық, содан кейін тойымызды жалғастырамыз. Қабыл алыңыздар аналар, баладан тек қана бақыт көріңіздер.
жыл досым жанама, сенсіз мені айым туып алдыма. Тойында жылауға дайындап келеміз ғой үйден. 1-2 күн бойы көз жасымызды жинап, бақты толтырып, иә. Дегенмен құрметті ағайын, той десе қубас томалайды, тойда ойнау керек, күлу керек, бұл да бір қызық қой ардақты ағайын. Сондықтан бірден айтып қойық, бүгін көп уақытымызды бос сөзге жібермейік. Тұрып алып жаңағындай, біз Данабай егеміз 1953 жылы Целина көтергенде деген нәрселерді айтпай қойық бүгін. Қайта 2 жасқа бақыт тілейік, уақытымызды ұтымды пайдаланып, сіздерге деген қаншама подарка бар ғой. Соның бәрін үлестірейік сіздерге, бір ешкімнің есінен кетпейтіндей тамаша бір тойдың куәгері болайық. Ол үшін енді бірден енді бастап алайын. Данабай ағамызға бір шапалақ соғыңыздар. Данабай көкеме шапалақ ұрыңыздар. Данабай көкем өзі қақта. Аға, келіңіз көке, шапалақ ұрамыз ба Данабай көкемізге? Келіңіз көке. Көке, отырыңыз. Жоқ, болмайтын ойын емес, көке, отырыңыз, дым саспаңыз. Әйтеуір осы тойға тамадан шақырып алады да бізге тиіспе, отыра беріңіз. Дым, қиналатын дымы жоқ. Қазір бүйтейік. Данабай көкемді менен жақсы танисыздар. Мен үйткөн бірінші рет көріп тұрмын бүгін. Несін жасырайын, не? Сондықтан бүйтеміз. Көке, сіз отырасыз. Сіздің міндет тыңдау. Тек қана тыңдау. Құлағыңыз жұмыс істесін, болды. Жақсы ма? Енді Данабай көкемді мақтайықшы. Жалпы барша мақтау, мадақ, ол тек Аллаға ғана тән дүние. Бірақ біздің халық не деп айтады? Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын дей ма? Вот көкеміздің нұрын тастайық. Мына жерде көршілеріңіз бар, дорогие соседи. Қазір будем дядя Данабая хвалить. Вот кто, какой, не дейтін еді ана. В общем, кімнің мақтауы сізге ұнайды көке, соған подарка берем. Болды, атын айтасыз, жақсы ма? Енді ойымыз жан-жаққа кетіп қалмас үшін, Данабай көкемнің аты Д-дан басталады ғой. Вот Д деген әріптен бастап мақтайық, қол көтеріп, қайсы мақтауы ұнайды, соған подарка. Кеттік ал. Дана, қол көтеріп айтамыз, аға. Добрый, дерзкий, дарынды, данышпан. Сосын дарындыны айтып қойыпты ғой. Духовитый. Және бұл кісіге қарағанда апам духовитый сияқты. Досшыл. Сосын дара. Вот добросовестный, добрый, дәулетті, дерзкий деп айттық уже. Сосын болды ма? Менен қатты танымайды екенсіздер ғой. Дорогой, дружелюбный. Апа? Татыр. Доста, дикий дарабоз дейді нәңісі. Жездем дикий дейді. Бұрын болған шығар, қазір дикийдің ды деген әріпі де қалмапты ғой көкемде. Так, болды ма? Аха. Андағы мен тілім келмейді ау, өзіңіз айтпасаңыз. Дисциплинированный. Вот сондайсыз, аға. Так, білмеймін, жаман жақсысын әйтеуір, көршіңіз айтып жатыр ғой. Так, ал қайсы ұнады? Мә, көкем мас болып қалған ғой, күнде бұндайды естімейді. Добрый деп. Добрый деп, кім айтты? Жоқ, енді мына жаққа берек. Добрый деп. Пожалуйста, вас можно? Келіңіз. Шапалақ соғып қойып. Бұттағаның қарайсың мөлгіреген көзіңмен, аққу бар күлгегім махаббатты сезінген. Бір өзіңе бар сырымды айтайын деп келгенде, қалады күн байланып ұялған. Вас как зовут? Зубейр. Откуда? Макинский. Сосед его? Сколько лет вместе живете? Уже лет 15.
О, ничего себе. Так, вот это вам. Какое слово сказали? Добрый. Добрый дед. Болды ма аға? Ырзасыз ба? Все, жақсы. Мен айтам өзі. Кілең, спокойный кісілер бір көшеге жиналып алған сияқты ғой Макинканың. Өзі сияқты. Сосын келесі. Ұмытып қалдыңыз ба? Негізі көп айтты сізді. Дикий деді ма керек? Дерзкий деді ма керек? Болса болды, көкемді онда. Көп қинамайық, көке, орныңызға бара қойыңыз, шапалақ пәлен шығарып салайық. Рахмет. Қаршы қапа. Мына, шапалақ бар ма мына кісіге? Үш! Отырыңыз, апа. Айбо. Апам деген кезінде дирижер болып істеген сияқты ғой. Бәрін деген. Енді, Қ деген әріпке қаршы қапамды мақтаймыз. Қ. Орысша К. Қонақ жай. Қайырымды, қарапайым, красивая, қадірлі, қайсар, қасиетті. Қонақ жай айтып қойдық. Крутая, қасиетті, қамқор, красавица. Дұрыс. Қарапайым айтып қойдық. Қадірлі, қымбатты, көңілді. Мына кісі деген кілең өзі бір, өзі ғана білетін сөздер айтады. Коммуникабельная, культурная, красивая, классная. Это по-ингушскому камяш. Это щедрая переводится. Камяш деген бізде де бар. Так, камяш дейді, аха. Ладно. Қаршыға десе, қаршыға не деген сөздер мына, құдай-ау. Так. Өзбекше карамат. Карамат дейді өзбекше. Аха. Ал, тағы қандай тіл, кім қай жақтан келіп отыр? Не қыл дейді? Қанағаттандырылған. Қылықты. Қасқыр. Ондайыңыз бар ма еді, апа? Так. Қамқорыш айтып қойдық оны. Аха. Ойбай, о. Ладно, бір плюс сізге. Той иесінің атынан. Ал, апа, қайсы ұнады? Бәрі ұнады. Жоқ, енді конкретно біреу керек. Қаршығаға қошемет деген ұнады ғой. Ойбай, о. Шапалақпенен ортаға шақырайық. Билеп ұмытып қалған ғой, ән жақтан келеді. Өзі есім Пірмахан, бірақ халық Баку деп кеткен, Тамада Баку деп жас кезімде. Болды. Қай жақтансыз? Негізі Тума Газли Руднийдан келіп отыр. Руднийдан, не? Мына кісіге кім біласыз? Екінші келіншегім. Ондай бар ма? Мына өзіңізге құрдас? Күйеуі менің 10 жыл оқыған кластас досым, бірге өскенбіз. Болды. Шапалақ соғып қояйық. Айыбы жоқ, онда ойнап жатыр. Кластасы, дұрыс. Тамаша, өте керемет. Рахмет, көке. Орныңызға бара ғой. Апа, отырыңыз. Рахмет. Екіншісі. Ана неше түрлі тілдерде кетті ғой. Көршім бірдеңе деп айтты. Біз бәріміз түсінбедік қой. Камаш деді ма, бірдеңе деді ғой. Живер, повтори, пожалуйста. О кісіге подарка бердім ғой мен. Ана екінші өзі бір түрлісі. Нет, вам же дал уже все. Вот, да, сондай. Өзінің айтқан сөздерін өзінен басқа ешкім түсінген жоқ. Шапалақпенен көрішімізді шақырайық. Пойдемте, музыку маэстро. Рахмет. Как зовут вас? Эйсет. Эйсет, ага. Так, откуда? С Макинска, соседи и подруга Гаухар. Ничего себе, 3 в одном ғой сол кезде, да? Тамаша, так. Вот что сказали ее? Коммуникабельная. Что это слово значит? Общительная. Мен бір электрикамен байланыс кабель дегенсің бірден. Так, сосын? Коммуникабельная, красивая,
Я говорила, я забыла. 4 назвала. О, культурный, спасибо. Мы как соседи, мы правду. Как соседи, правда дейді. Кім біліп жатыр, тойды айта береді ғой. Шапалақпенен шығарып салайық, рахмет. Апа, енді үшіншісін айтып жіберіңіз, бір подарок беріп жіберейін. Кімдікі ұнады? Қанағаттандырылған деп айтты ғой бір қайынсіңілім. Иә? Ал шапалақпенен қайынсіңлісін ортаға шақырайық. Жаным деп күнарам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен шақырсаң, құстай ұшып барам. Сүйдім сені күнарым. Жаным деп күнарам, күнде саған барам. Сенен хабар жоқ қой, салам әнге салам. Мені сен Ой, шақырсаң. рахмет, тамаша. Мен тойға келген адам, иә, көрініп тұр кәдім. Есіміңіз? Әсел, Қай жақтан? Балқаштан. Балқаштан келіп тұрсыз ба? Тамаша. Бәсе балықтың иісі қай жақтан шығып жатыр деп қоямыз. Так, кім қайынсіңлісі боласыз да? Бәрекелді. Қандай сөз айттыңыз? Қанағаттандырылған. Қанағаттандырылған. Точно солай ма? Ну, ладно. Мінекейіңіз қошеметпенен шығарып салайық, рахмет. Апа, отыра беріңіздер, рахмет. Апама қошемет соғып қояйық. Кішкене күліп отырайық дегенім ғой, әйтпесе деген бәріңізге қарасам, менен басқа қуанып жүрген ешкім жоқ сияқты түрлеріңізге қарасам. Сондықтан күліп ойнап отырайық, қадірлі ағайындар. Енді той болғаннан кейін әлде ойын көп қой, бір шамалы жібітіп алайық дедік енді сіздерді. Енді қадірлі ағайындар, өзі көп тойда қоятын бір сұрағым бар, сіздерге де қоя салайын. Әр адамның неше жұрты бар дейміз біздер? Үшеу, иә? Қандай? Өз жұрты, қайын жұрт емес, нағашы жұрты, қайын жұрты. Соң үшеуінің ең жақсысы қайсысы? Бәрі айтады, иә? Бәрі сөйдеп айтады. Кімнен сұрамайын, бәрі сөйдейді. Бірақ мен айтам, жеме-жемге келгенде бізде басқаша болып кетеді шамалы, иә? Мысалы, ертең міне Құдай қаласа, көптің тілегі қабыл болып, осы екі жастың ордасында бесіктер біледі. Ол бала жақсы болса, ол бала талантты болса, ол бала өте бір керемет болса, құдалар не ал дейді? Өзімізге тартқан деп айтады. Өзімізге тартқан. Біздің әкелеріміз сондай болған. Ана баланың бір минусы көрініп қалама, автоматически Данабайға тартып келеді ана бала, иә? Осы нағашылары сияқты деп. Бірақ мен айтам, сол сөздің біреуіне де қазақ ренжімейді ғой, жаңа нағашылар. Жаман болсын, жақсы болсын, иә, өзіміздің жиенімізден туған жиеншар ғой деп, жүрегінен артық жақсы көріп жатады. Жалпы құрметті ағайындар, мына қазақта бірнеше легальный ұрлықтар бар ғой. Соның бір емес бірегейі жиендік жасау, иә? Жиендік жасау деген не? Нағашының үйіне барып, ұнатқан затыңды алып кете бересің. Ана нағашы көретті, жиен алып кеткен екен ғой деп үндемейді. Вот соны сен туған ағайыңа істеп көрші, үйінен бірден алып кет. Сотталып кетесің келесі күні. Соны көтере алатын кімдер? Нағашылар ғана, қадірлі ағайын. Сондықтан да біздер жаңағы той аштық, енді барып осы нағашыларымызды қадірлейікші деп, осы кісілерге сөз бергенде жөн санап отырмыз, қадірлі ағайындар. Ендеше біздер кәдімгі анау мынау деп бөлмейміз. Осы жерге мен нағашымын деп кеп отқан нағашы жұрттың бәрін ортаға шақырамыз. Данабай көкем нағашылары бар ма? Қаршық апам нағашылары бар ма? Гауһардың нағашылары бар ма? Бүкіл нағашы жұрт жиенде бөлелерді ортаға қошеметпенен шақырайық. Нағашы бөлелер той төріне, асабаның алаңына. Алдық. Миллион, миллион, миллион алых роз. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Жаза! сөздерім дәлелі ғой, пожалуйста, міне. Қандай керемет көңілмен келіп отырсыздар. Құдай көңілдеріңіз көтере берсін, әрі қарай жиеннің тек қана қызық қуанышына жүріңіздер. Енді бәріміз сөйлейік десек, жаңағындай білесіздер, қызды ұзататын уақыт жақындап келе жатыр ғой, каждый секундтан кейін. Сондықтан Данабай, қарсы Құдай, Аллар тойларың құтты болсын.
Екі жас бақытты болсын, дастарханың берекелі болсын. Тойларың тойғылы. Ассалаумағалейкум, құрметті қадірлі қонақтар. Санабай жерде қаршыға тәте тойларың құтты болсын. Бүгінгі той мынау барлығымыздың басымызды қосып отқан осы 2 жас қой. Осы 2 жас бақытты болсын, өбірлі болсын, шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын. Жанымыз тыныш болсын, бейбітшілік болсын, халқымыз аман болсын. Барлықтарың үйлеріңізде осындай той томалақ бола берсін. Жақсы, бақытты болыңдар. Ал енді тойға келген құрметті қонақтар, міне бүгін менің жақсы көретін жездеммен ағапам, жанапамның міне қызы ұзатылып жатыр. Гаухаржан, жаным барған жерінде бағыңнан тын, бақытты бол, атанаңды жерге қаратпай. Айтады ғой, қызың жақсы болса, бір бақыт, ұлың жақсы болса, мың бақыт, келінің жақсы болса, шын бақыт деп, сол үйге апарған шын бақыт апар сол барған үйіне. Неде міне бүгін гүл көтерген қолың 9 айдан кейін Алла тағала шоқпардай бұл сол елге ұл тауып беруіңе тілектеспін жаным. Сол көп сөйлемей қойын, жезде апа, міне бүгін Гаухар кішкентай ғана қыз еді, бүгін енді қолдарыңыздан ұзатылып жатыр. Ол өте керемет күн. Апа, жан апам, менің қасымда қиналған кезде бірге болған осы апам мен жездем шыны керек. Өте риза мен апа мен жеңгеме. Сол 2 жас бақытты болсын. Гаухаржан, күйеу бала, сол бақытты болыңыздар. Тек жақсы күнде кездесейік. Сіздерге де осы той жұғысты болсын. Сол енді кішкене толқып қалдым апамды көріп. 2 жас бақытты болсын. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Ақындардың көмейінен шырақса, кейбіреулер сөз бәйгеде шырақсап, бақыт шіркін асыл болса бір масқал, бақыт шіркін уақыт болса бір ақсат. Өмірде ешқандай үлкен бақыт болмайды. Осындай сәттерден үлкен бақыт құралады. Ата-ананың баласының қызығын көруі, өзінің жартысын табуы да бір үлкен бақыттың бір бөлшегі. Бүгінгі жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Гаухар, жиенім, күйеу бала, екеуің бақытты болыңдар. Ата-аналарыңа тек қана қуанышты күндеріңді көрсетіңдер. Баршаңыздың шаңырақтарыңызда тек қана той болсын. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Үндемесе ағайындар сол қайғы. Осындай бір өлең оқып жатқанда деп едім мен, мына халық қолдайды. Бір шапалақ соғайық шағайын, елеусіз бұл өлеңді қалдыруға болмайды деп бір қошемет соғып қояқ. Мына өзіңізге, тамаша даусыңызға, тамаша өлеңіңізге бақытты болыңыздар, той құтты болсын. Енді жаңағын айттым ғой, бір салтқа айналдырып алайық. Ана Гаухардың аты жазылып тұрған жерге барып, мына апаларыңыз бен жезделеріңізді алып бір құшақтасып фотоға түсіп алыңыздар. Қош келдіңіздер, тілек қабыл, мұрат асыл болсын. Апа, келіңіз, фотоға түсіп алайық.
Ой, рахмет. Мен өзі осы столға қарап айта берем ғой деймін. Осы жаққа қарасақ біз шабыт аламыз. Енді келгеннен кейін жай отқан болмайды. Шапалақ ұрып отырыңыздар, жақсы ғой. Шапалақ соққан. Сіз енді біздің қазақ қазіргі заманда Инстаграм, ТикТок деген қатты көреміз ғой. Сол кезде оның жартысы кімдер? Мотивация беретін біреулер, иә? Сондықтан мотивация бермесек, тым істемейтін болып қалдық. Сондықтан сіздерге бір мотивация беріп қояйық. Қазір жалпы шапалақ соғу ол адамның денсаулығына пайдалы тірлік. Шын айтам. Даже дәрігерлер айтады. Дәрігерлер бүкілі жиналып, соны шешкен екен, байқаған екен. Кім шапалақ көп соғады, сол ешқашан плоскостопиямен ауырмайды екен, оказывается. Еще шапалақ соққан адам бай болады екен. Бірден байып кетеді. Сразу. Вот сенбейсіздер ма? Дәлелдеп берейік сіздерге. Қазір мен музыкасыз ештеңесіз 1-2-3 деп қалғаннан кейін 2 жас бақытты болсын деп бір айқайлайын. Сіздер таза шапалақ ұрыңыздар. Сосын дәлелдеп берейін, неге шапалақ соққан адам байып кететін, жақсы ма? Ал, қолды дайындап қойыңыздар. Құрметті қонақтар, құрметті құдалар, 2 жас бақытты болсын! Вот. Енді бүйтіңіздер дағаны алақандарыңызға қараңыздар. Изменения бар ма? Не болып жатыр? Қызарып жатыр, дұрыс. Бірінші реакция кетті. Алақан қызарады. Сосын қызарған алақан не істейді? Қышиды. Қышиды ғой. Қан жүгіреді ғой, потому что. Бізде енді қазақта көп қой. Оң алақан қышса не болады? Ақша айту. Қай жеріміз қышмаса да ақша ғой біздің. Амандасамыз ба? Қаншама адаммен амандастық па бүгін? Амандастық. Сол алақан қышса, ол деген енді ең любимый қышитын жеріміз ғой біздің. Сигнал келсе, сүйесінде қалтаңа сақ қоясың. Сосын күн зақа жынды адам құсап тосып жүресің, кім әкеп береді екен деп, е? Көп қой. Табан қышса не болады мысалға? Жүгіресің. Мұрын қышса, арақ ішесің. Көрдіңіздер ма? Оң алақан қышса амандасасың, сол алақан қышса ақша, табан қышса жүгіресің, мұрын қышса ішесің. Өз байқап тұрсаңыздар, қазақтың бір жері қышмай ештеңе басталмайды никогда, бар ғой. Бір жер қышиды, сосын движение басталады. Сондықтан басқа алақан қыштым, ақша шақырып отырайық, кішкене көңілденіп, құрметті ағайын. 2 жас бақытты болсын деп бір қошемет соғып қойыңыздар. Рахмет. Енді дейтін міне құрметті ағайындар, жаңа нағашы жұрттан бастап едік, енді біздің қызымыздың баратын жерінің көңілін аулайтын жақындады, иә? Жалпы енді 3 жұрттың біреуіне кіріп тұр бұл кісілер. Бүгіннен бастап біздің қызымызға егілік қылатын адамдар одан қалды дейсіз. Біз енді Көкшетау, жаңа құдалар алыстан келіп отыр ғой. Біздің Көкшетау жалпы біз алысқа бармаймыз негізінде. Көршінің үйінен, әрі кетсе көрші ауылдан, одан асып кетсе район болды, сонымен тоқтай саласың. Өйткені андамында жүргіміз келмейді, өзі спокойный қазақтарымыз ғой, Көкшетаудың қазағы. Бүгін бірақ енді міне көрдіңіздер ма? Жалпы шариғатта да бар дүние ғой. Әйел адамды, қыз баланы Алла тағала өзінің сүйген жарының қай жерінен жаратады дейді? Қабырғасынан жаратады, иә? Еще анау-мынау қабырға емес, қандай қабырға? Самый қисық қабырғасы, иә? Ішіндегі ең қисығы. Жаңағы, бұны айтып атқаным, шеберді шебер дегенше, Құдайды шебер десеңші деген осы ғой. Міне, Данабай көкемнің, Қаршыға анамның ақ сүтін еміп, Данабай көкемнің тәрбиесін алып, осы жерде өніп өссе дағы, оказывается біздің Гауһар анау Жетісайдағы күйеу баланың қабырғасынан жаратылған екен ғой. Бүгін міне соны бізге Құдай тағала алдымызға келдіріп тұр, құрметті ағайын. Ендеше міне алыстан ат терлетіп, осы елменен құда боламыз. Ана жігіттің артында да ел бар екенін көрсетіп қайтайық, тойлап қайтайық, отбасымызды көбейтетін жанды алып келейік деп, бүгін төрімізге жығып мейман болып отырған жаңа құдаларымыз. Бұлайша енді өзімізге жақын қылып айтатын болсақ, Гауһардың қайын жұртын ортаға шақырайық, қадірлі ағайындар. Ал, алыстан келген құдалар, төрлетіңіздер той төріне, асабаның алаңына. Жаңа құдалар, Жетісай, ал кет! Биліп шықтым ортаға қарай, Қолдашаға құшақ жая,
ассалаумағалейкум. Бүгінгі тойымызда енді ешкімнің шенінде шекпенде жетпейді ғой сіздерге. Бүгінгі тойдың ең құрметті қонағы сіздер шыққан төрлеріңіз құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Тойға келген қауым, құдағилар, жекжат жұрағаттар. Бүгін міне үлкен құдағи қыздарыңызды сіздер ұзатып жатырсыздар, біздер қабылдап жатырмыз. Енді жастарымыз бақытты болсын, дендері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын. Әрдайым бақытты да ұзақ өмір сүруіне Алла нәсіп етсін. Осы жастарымызды тек қана қуаныштарында, қызықшылықтарында кездесуге Алла нәсіп етсін. Дендерің сау болсын айналайын, бақытты да ұзақ өмір сүріңдер. Үбірлі шүбірлі болыңдар, соңдарынан ұрпақтар ере берсін. Мынау құдағи сіздердің де дендеріңіз сау болсын. Міне үйлеріңізде бақ береке ырысын есіміңізде мол болсын. Әсіресе ол оңай емес, қызды ұзату деген. Ол да жүрегің шын етеді деп жатады ғой адамдар. Басымыздан біздің бәріміз өткен. Бірақ ол қыз өзінің негізгі еліне бара жатады енді түпкілікті. Сол елде бақытты да ұзақ өмір сүруіне Алла нәсіп етсін. Дендерің сау болсын. Ассалаумағалейкум. Той құтты бола берсін Құда. Дендеріңіз сау болсын. Рахмет осынша күтіп атқандарыңызға. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын, күйеу 100 жылдық болсын. Биыл Құда қаласа тойлы болса, ендігі жылы шілдехана той бола берсін, тұсаукесер той бола берсін, сүндет тойға келе беріңіздер. Амандық болса, той бәрімізге жұғысты болсын. Тек дастархандарымыз той қуанышқа жайыла берсін. Ассалаумағалейкум жамағат. Біріншіден жезде әпке төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құдаларыңыз 1000 жылдық болсын. 2 жас бақытты болсын. 2 жастың себебімен келіп танысып отырмыз. Аллаға шүкір, күтіп атқандарыңызға рахмет. Алтын көпіріміз мықты болсын. Өбірлі шүбірлі болсын 2 жас. Ұзақ болсын өмірлері. Мен осы күйеу балдарыңыздың нағашысы болам. Құрметті тойға келген қауым, бүгін таң атқалы бері осы үлкен ақ-дастарханның шетінен дәм татып, 2 жасқа бәр ақ тілегімізді, жүрек жарды, барлық сөзімізді айттық. Құдай қаласа 2 жас бақытты болсын, бақыттар баянды болсын, бірін-бірі қимайтын 2 жақсы отан болсын. Мынау мәпелеп өсірген құда мен құдағиға көп рахмет. Жібектей қызын сонау қыр асырып, тау асырып, оңтүстікке ұзатқалы тұр. Құдай қаласа ұлды ұяға, қызды қияға деген қыз бала өмірге келгеннен, ұл бала өмірге келгеннен айтатын сөз. Сіздің арпашында бір бидай деген қызыңыз Құдай қаласа бізге жақсы келін болсын. Сіздерге жақсы күйеу болсын. Тойларыңыз тойғыласын. Барлықтарыңызға осы той жұғысты болсын. Қайырлы кеш, құдалар. Сіздер тойларымыз құтты болсын. Құдалықтарымыз 1000 жылдық болсын. Жастарымыз бақытты болсын. 2 жасқа тілеген тілектің бәрі періштенің құлағына шалынсын. Бізге ең әдемі сұлу қыздарыңызды ұзатып тәрбиелеп беріп атсыздар, алақанға салып. Ар жағын енді өзіміз құдағиларыңыз, менің жеңшем, алтын жеңешем, әдемілеп тәрбиелеп, осы өздері сияқты үлкен анаға айналады, Құдай қаласа, үлкен бәйтерекке айналады. Сіздерді әрдайым мерейлеріңізді асырып, әрдайым сіздерді мақтарым жүретіндей қыздарыңызды тәрбиелеп бергендеріңізге рахмет. Сондай болады деп сенемін. Себебі жақсы жерге, текті жерге ұзатылып бара жатыр менің ағамның үйіне. Тойымыз той қаласын, жастарымыз бақытты болсын, тек қана биіктен көрсін. Барлығымыз тек жақсылықта, тойларда жолығайық.
құрметті құдағи. Бүгін азаннан бері күтіп жатсыздар ғой, қолымызға су құйып, төрлеріңізге шығарып. Рахмет. Ата-ананың негізі міндеті әр баласын басын екеу қылу ғой. Парызымызда, міндетімізде. Міне бүгін мен қуанышымда шек жоқ. Бір балам басы екеу болып жатыр. Сіздерде де жалғыз қыз болса, менде де бір дана бір қызым бар. Аты Дана және оның бір қыз. Жалғыз деп айтқым келмейді. Мына екі жас бақытты болсын. Айтып жатыр ғой үлкен кісілер, не бір жақсы тілектер, сол тілектерге қосыламыз. Өздерінің өніп өсіп көбейе берсін. Солардың арқасында сізде, біздерде солардың қызықшылығына, қуанышына ортақ болып, ортамызда дорба қатынай берсін. Екі жас бақытты болсын. Рахмет, жақсы сөз жарым істейді. Міне ана құдағиға бір қошемет соғып қойыңыздар. Көңіліміз бір жібіп қалды, мына кісі тілек айтқанды, бәрі жақсы болады деп. Негізі бәріміз білеміз, просто ана қимастық қой, жаңағы құдалар айтқан. Жүрегің шым ете қалады деген, ол рас дүние. Міне осындай сөздер естіп қалсақ, бәрі жүрегімізге бір дәру болады, иә. Сондықтан құдағайға бір қошемет соғып қояйық. Әдемі, рахмет, Алла разы болсын. Одан қалды мен айтам, жылайтын дымы жоқ. Ертең Құдай қаласа бір 20-30 жыл. Мына апаларым да кезінде осы қыздай боп, келін боп келген адамдар осы жерге. Біреуді жылатып. Қазір қараңыздар, міне бір-бір әулетті басқарып отыр уже. Көрдіңіздер ме? Құдай қаласа 20-30 жылдан кейін біздің Гауһар да бір жерге құдағи боп барып, уже осылай сөйлеп тұрады Құдай қаласа. Сол күнді Алла нәсіп етсін. Сапар оң болсын, ақ мол болсын, біздің тілек сол болсын. Енді құда мен құдағиды алып, құшақтап бір фотоға түсіп алайық естелікке, иә? Келіңіздер. Ал, аға тәте. Фотоға түсеміз. Бермен келші құдаша, бір сөз айтам көңіліңе ұнаса, кешірмін деп ұрсам. Маған деген мына жақтың кісілерін кім келмейді, бәрі айтып жатыр, давай, тез, ана мұздап қалатын болды. Құрметті ағайын, енді мына алыстан ағайын келіп отыр ғой. Әр жердің салты басқа, иттер қарағасқа дейді қазақ. Жалпы ет бүкіл Қазақстан түкпір-түкпірінде бар. Бірақ бізде Көкшетауда кішкене басқашалау істелінеді, соны бір айтып өтейін дегенім ғой. Өйткені бұл да біздің мақтанышымыз. Бізде міне әлі күнге дейін біз енді Көкшетау жақтың қазақтарына кейбір жасыратын жоқ, енді оңтүстікте ағайынның көбісі ойлайды ғой, орыстанып кеткен шығар, енді орыс көп қой деп. Бәлкім ол да рас шығар. Бірақ біз басқа қазақтың ұмытып қалған кейбір дәстүрлерін біз сақтап келе жатырмыз. Соның бірі мына ет тарту дәстүрі. Ендеше осыған менді бағана азаннан бастап күтіп жатыр деп жатыр ғой құдалар. Куә болып жатқан шығарсыздар, тағы да бір куә болып қойыңыздар. Алдарыңызда арқаның төрінде отырғаннан кейін арқаша жасалған етті алдыруға рұқсат етіңіздер. Ал, ет Көкшетауша тарту.
Алтынай би ансамбль алдарыңызда болған. Ал енді ас туралып жайғалып асқазанға ел барған болса, әр қартай ақ тілектерімізді өрбітейік алдарыңызға шығарып. Арқалап келген ақ тілектеріңізді ақтарап отырыңыздар. Енді жаңа нағаш жұртқа бердік, қайын жұртқа бердік. Енді деген әйтеуір не болсын, өзімізге тетін өз жұрт қалды ағайын, тойдың иелері. Ендеше апа жезде, аға жеңге, жиендер, әйтеуір осы жерге өз жұртымын деп келіп отырған ағайынның баршасын тойдың төріне, асабаның алаңына шақырамыз. Келіңіздер ал, той құтты болсын, өз жұрты, аға жеңге, апа жезде, жиендер, ортаға. Жайма шулап, көңіл ашып тұрған кешіңде, бірге жүрсем арманым жоқ деген сөзің есімде. Сол сезімді ұмыттың ба нәзігім, жалғыз тастап кеттің қайда, барма менің жазығым. Сол сезімді ұмыттың ба нәзігім, жалғыз тастап кеттің қайда. Аға жеңге, апа жезде, жиендер, келіңіздер. Енді Гаухардың өзінің аға жеңгелері, кейіннен енді айтарсыздар, той иелерісіздер ғой. Қалған дейтін қонақ болып келген аға жеңге, апа жезде, өз жұрт, келіңіздер ал. Ортаға. Ал той құтты. Міне тойға келген құдағай бауырлар, тойларымыз құтты болсын, өмірлерің ұзақ болсын, әрдайымда синаған тергендерің тойға шасысын. Міне қызым Шынара екі ауыз сөйлейді. Шынар, менің атыманнан сөйлейді. Шынар, келе жатыр ма? Сөйле. Сәлем бердік, кеш жарық, құрметті алыстан келген, жақыннан келген қонақтар, құдалар, жекжат, барлық ағайын туыс бауырлар. Қош келдіңіздер, қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгін менің гаконтайым тұрмыс құрып жатыр, тұрмысы құтты болсын, барған жерінде бақытты болсын, екі жас бақытты болып, өсіп өніп көбейе берсін, иншалла. Тойларымыз той қоласа берсін, барлықтарыңыздың үйіңізде де осындай той бола берсін, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Қош келдіңіздер, рахмет. Апа, қажаға берсін. Мінекей құрметті қонақтар, азаннан бері міне жақын жоқ, алыстан келген, жақындан келген ағайын туыс бауыр, құда жекжат барымыз осы Данабайдың отбасы шаңырағында осы тойды бастап жатырмыз. Бұл тойдың иегері Гаухаржан. Гаухаржан, айналайын, бақытты бол. Барған жерде бағың ашылсын, қосағыңмен қоса. Ақ қозақтай жалды бол, ақ қоғыстай сәнді бол, әр қашанда күліп ойнап, қосағыңмен қоса күліп ойнап, өсіп өніп жүре бер. Данабай жан қарлығашжан, осы ұшырып атқан, ұясына ұшырып атқан балапаныңның қанатыны қағылмасын, тұяғы сынбасын, өзінің өз отанына барып, қосағымен қоса қонып, үлгілі бір үлкен семья болып, өсіп өне берсін. Жаңа құдалар, қадамдарың құтты болсын, айналайын, мына алып атқан келіндерің құтты болсын, қадамына гүл бітсін, дендері сау болып, екі жақтың ауызбіршілігін беріп, 1000 жылдық құда, 100 жылдық күйеу болып, қарым қатынастарың күшті болып, әр қашанда осы балдарың бақытты бол, осы Макинкіге 7 сайға екі жақтың, екі жолдың арасын алтын көпір салып, дорба менен жорғаларыңды қатынатып айналайын жүре беріңдер. Осы отырған барлық ағайын туыстарының барлық жақын жоқтарына, отбасыларына бақыт тілеймін, дендері сау болсын. Осы той, осы отырған барлықтарыңызға да жұғысты болсын. Айналайын Данабай қаршы ауыз, балдарың бақытты болсын, балдарыңның қызығын көріп, немере шөберелерін ертіп, ұлдан да қыздан да ортасында жүре беріңдер күліп ойнап. Бақытты болсын балдар. Енді міне құрметті жиналған қауым, мінекей бүгін міне мына Меңліктің әулеті Данабай бауырымыздың үйіне жиналып отырмыз. Ал енді міне анау құдалар
қадамдарың құтты болсын құдалар. Екі жақтың ауызбіршілігін берсін. Осыған себеп айналайын Гауһаржан. Мінекей өз ұяңнан, өзіңнің мекеніңе, өзіңнің әулетіңе ұшқалы отырсын. Барған жеріңде баянды болып, мына күйеу баламен екеуің бақытты өмір сүріңдер. Өзіңде үлкен әулетке бар батыр екесін айналайын. Сол әулеттің бір мен деген шаңырағы бол. Шаңырағың биік болсын, керегің мықты болсын. Үйің тола жан болсын, қораң тола қой болсын жаным. Ал енді Данабай Қаршыға мінекей өзіңнің алақаныңнан ұшырғалы отсын. Бақытты болсын балдарың. Өзіңде жақсы әулетсін. Ұлдарды ұяға қондырып, мінекей қыздарыңды қияға қондырайын деп атсын. Сол өздеріңнің жолдарыңды беліп, өмірлі шүбірлі болсын. Дендерің сау болсын, әрқашанда осындай үлкен тойдан тойға жете беріңдер, мына отырған жиналған қауым. Бақытты болсын. Данабай Қаршыға, тойларың құтты болсын. Гауһар бақытты бол. Еліміздің бір ілгері отбасы болуға тілектеспін. Ағайын жұрты, туған туыстар бәрі аман болсын. Ағалары, жеңгелері, сендер де осы қыздың да ауылдың да немере шөбере сүйіп, тек қана жақсылық тойларыңа келейік. Бақытты болсын. Данабай Қаршыға тойларың құтты болсын, тойларың тойға ұласа берсін. Осы екі бала бақытты болып, ойлаған арманына жете берсін. Үлкен семья болсын, шаңырақтар биік, босағалар берік болсын. Осы тойға келген қауым бәрің осы жақсы ниетке жете беріңдер, тойға ұласа берсін. Ассаламалейкум. Бүгінгі тойға жиналған көпшілік қауым. Мына біздің ағашымыздың үйінде бүгін үлкен той. Мына Қаршыға, Данабай, балдарыңды ұядан ұшырып жатырсыңдар. Барған жерінде бақытты болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі келін болып жүре берсін. Сонымен бірге құдалар, мына төрге шыққандарыңыз құтты болсын, тойларыңыз той қыласын, осылай барлығыңызға жұғысты болсын. Кеш жарық қымбатты жиналған қауым, мынау Данабай аға мен Қаршыға жеңгемнің отбасына қош келдіңіздер. Данабай аға, жеңге, апа, тойларыңыз құтты болсын, той-тойды қаласын. Гауһархай, барған жерінде бақытты болып, сіздердің еңселеріңізді көтеріп, ұрпақтарыңыздың қызығын көруге жазсын. Сіздерді сыйлаған осындай алыстан жақыннан туыстар сіздің отбасыңызға, сіздердің тек қана қуаныштарыңызды бөлісуге келетін болайық. Бай-байбіше болып, осындай тыныш заманда бейбітшілік өмір сүре беріңіз. Ел жұртымыз аман болсын, балалар бақытты болсын. Рахмет. Алып қосарымыз бар ма? Алыстан жақыннан келген ағайындар, біздің Данажан менен Қаршығаның тойына келіп отқан екесіңдер. Тойларың құтты болсын, тойларың той қыласын. Екі жас бақытты болсын, дені сау болсын, өмір жасы ұзақ болсын. Құдалар, төрге шыққандарың тағы құтты болсын. Әрқашан осы үйге той деп келейік. Ассалаумағалейкум. Тойға келген тойшыл қауым. Барлықтарыңызды мына екі жастың бақыт тойымен құттықтаймын. Данабай аға, Қаршыға жеңеше, балдарыңыз бақытты болсын, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Құдалар төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Әрқашан заманымыз тыныш болып, тойымыз той қыласын. Мына екі жас үлкен азамат болсын. Сабыры адай деген ағамыз бар ғой, ақын ағамыз. Әр қазақ менің жалғызым деген. Бауырмал болыңыздар екі жаққа да бірдей. Ағайынға арқа сүйер азамат, көпке көмегі тиетін азамат болып жетілдіңіздер. Сіздердің жетістіктеріңізді көріп, біз қуанып отырайық.
тойымыз той боласын. Рахмет. Жаңа тағы сөз сұраған. Кешіресіздер, біздер кішігірім подаркымыз бар еді. Қызымызға алтын сақина, алтындай жарқырап, бақытты болып, ғұмырлы болып, өсіп өніп, гүлдей жайнап жүре беріңдер. Күйеу баламызға сағатымыз бар, тоже сағатқа қарап, уақытылы үйіне қайтып дегендей. Әзіл ғой, әзіл бәрі күйеу бала, жаным сол, бақытты болыңдар, күлі ойнап шапқылап жүре беріңдер. Өмірлерің шаттыққа, қуанышқа толы болсын, иншалла. Рахмет. Ендеше былай істейік. Бәріміз осы жерде бір үйдің баласындай фотоға түсіп аламыз дағы. Сосын барып жаңа айтқандарды береміз, иә? Енді ана жаққа жақындамай қояйық, осы апамның маңайына топтаса қояйық. Келіңіздер. Той иелері жақындаңыздар, бері қарай. Сосын береміз, сосын аламыз, келіңіздер. Данабай аға, қаршыға дәде, келіңіздер мына жаққа. Қардағы ақпандағы сақтаулы ақ сезімнің хаттардағы ақ үмітім мақтандағы ақталмады ағалауым басылмады ақ тілектер қосылмады сосын бәрі Рахмет. Ал енді өз жұрты бір билемедік па ортада, иә? Ал өз жұртының атынан бір би кеттік, ал ендеше ортаны толтырайық. Кетпейміз. Жаңа билегенде есіп қап, маған кеп айтады, біз Өзбекстаннан бір топ нағашылар келіп отыр едік. Қазір деген пойыз біз кетіп қаламыз, сондықтан бізге бір ойын қоймайсың ба дейді. Қалай қоймайсың енді кететін адамдарға, иә? Ал Өзбекстаннан келген нағашылар шығайық ортаға. Кеттік, билейміз бірге. Sen meni nozli gülüm, gözümde bakmay, otasam yolları boş,
Günden gözüm uzmadım. Boksa güler sende gülüp bittasini uzmading. Yolqanchalar sevar deya sinar mısın o'zimni? Omadlaring ko'z-ko'z qilib yondirasan ko'zimni. Yolqanchalar sevar deya sinar mısın o'zimni? Omadlaring ko'z-ko'z qilib yondirasan ko'zimni. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim, nozli gulim. Жақсылап билеңіздер ағайын, біздер қарап тұрмыз. Күшті билегенге подарка береміз. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim. Sen meni yolg'izim, oyizing nozli gulim. Sen meni sevgilim, nozli gulim, nozli gulim, nozli gulim. Құрметті ресторан свет жағып қойыңыздар, мен қарап отырмын ғой, кімнің қалай билеп жатқанына. Сіздің нағашылар өздеріңіз сұрап алдыңыздар да, енді дауыстары шықпай жатыр. Неге? Кәні, тағы бір билеп жіберейік, дұрыс көрмей қалдым, свет сөніп қапты. Нағашылар, дайынсыздар ма? Кеттік ал. Тағы бір би, нағашылардың құрметіне. Осы керек екен ғой, оказывается. Хоп! Кетті! Ой, ой! Так, рахмет. Все, маған керек адамдар тауып алдым. Рахмат. Отырыңыздар, зор болды бәрі.